Арамызға қайта қосылған құрметті көрермендер тағы да болса, біз өзіміздің өмір ағымы леттік бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырудамыз. Біз сіздермен бірге, сіздер бізбен бірге сағат 11-ден бастап 1-ге дейін апта күні тікелей эфирдің жұмысы дүйсенбіден бастап жұмаға дейін. Енді келесі кезекте үшінші рет қонағымыз студия төрінде жайғасты. Тақырыбымыз спорт. Бұл өмір, қозғалыс, денсаулық тақырыпқа келген. Қостанай ауданы білім бөлімінің Майкөл жалпы білім беретін мектебінің келген дене шынықтыру пәні мұғалімі Дүйсекеев Азамат Танытханович және шәкірті Фазыловна Алма Көбекеевна. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Көңіл-күйіңіз қалай, Азамат мырза? Жақсы. Алма, көңіл-күйің қалай? Жақсы. Азамат, Жақсызға рахмет. Сол, Азамат мырза, сізге алғысымыз шексіз, уақытыңызды бөліп бізге келген үшін сұхбаттасуға. Бүгінгі енді жалпы біздің тақырыбымыз бұл спорт, өмір, қозғалыс және денсаулық. Енді жалпы Азамат мырза жақын арада бізде үлкен бір негізінен жүгірістен, жеңіл атлетикадан бір жарыс өткізілген еді, иә? Енді жалпы сол жағынан өткен жеңіл атлетика жарысы қалай өткізілді, сол туралы айтсаңыз. Өткізді, жақсы өткізілді. Организаторға көп рахмет. Мен 10 бала апардым жарысқа. Сол 10 баладан 4 бала чемпион болды. И получается, кім жаңағы балалар, которые заняли орын алғандар балалар, сол жаңағы мадақтамен, медальмен ие болды. Марапатталды. 40 шақырымдағы жүгірісті егерген оқушының жайлы айтып берсеңіз. 400 метр. Әйіппеніз, 400. Ол өзі 400 метр, өзі қиын дистанция. Если раз айтсақ, как говорится, лучше 3 километр жүгіруге, чем 400 метр, потому что ол дистанция өте қиын. Оны надо как готовиться. Иә, дайындық талап етеді. И сол 400 метр менде бір қызым жүгірді, Гарда Рева. Екінші болып ие болды, марапатталды екінші орын. Сол 400 метр. Спринтер дистанция, жаңағы 400 метр. Сол жүгіріс кезінде қиындықтары болды ма негізінен? Қиындықтары болды, потому что енді күн ыстық болды кішкене. Как говорится, любой жаңағы жарысқа шыққанда қиындық болады. Соны жаңағы жарыстарды, қиындықтарды соны қарап, келесі уже жарыста қиындықтарды уже нетеміз жаңағы. Жарысты ұйымдастыру кезде сіздерге рәсім айтады, жалпы осындай жарыс өткізіледі, сіз өзіңіз жарыстағы балаларды іріктеп аласыз ба? Мына бала барады дегендей өзіңіз, иә? Мен балаларды, менің сабақ 5-10 классқа беремін. Содан мен уже балалар өзім бар, который жарысқа постоянно баратын, жаңағы легкая атлетика, жеңіл атлетикадан соларда уже они уже постоянно сол мен жарыс барады, соларды по возрастной категории, жаңағы өзінің категориясы бар, возрастымен таңдап аламын. Жаңағы жарыс, который бізде болды, это областной жаңағы жарыс болды, ден против наркомании жаңағы. Ол 6 жастан бастап, жаңағы 6-7 категория болды, 8-9 жаңағы возраст категория. Онда мен балаларды оқытпаймын ғой, жаңағы мұғалімдер, жаңағы коллегамдар көмектесіп маған, жаңағы өзі дене шынықтыру береді ғой, соны балалар таңдап алып барып. Тамаша, рахмет. Енді келесі кезекте Алма, сізге енді сұрағымызды қояйық, танысқаны қуаныштымын, өмір сынып оқушы екенсіз. Енді спортқа өте жақын екенсіз, әсіресе жеңіл атлетикадан, не себепті дәл осы спорт түрі? Дәл осы спорт түрін өзіме ұнайды. Басынан басталғанда мені осы ағайым алды, содан кейін уже осы неге барам деп шештім. Осы спорт түріне. Дәл осы спорт түріне байланысты жетістіктер, байқаулар бар ма, жалпы орын алған? Осы бізде Майкөлде 2023 жылы спартакиада өтті. Сол спартакиадада мен 3 километрден екінші орын алдым, 800 метрден екінші орын алдым, және эстафетадан тағы да екінші орын алдым. Сосын осы жылы өткізілген, осы 19 июньда 3-ші орын алдым. Жалпы енді өзіңді үнемі тепе-теңдікті сақтау үшін, енді жүгіру кезінде жеңіл атлетика дегенде бір жүгірмей қалсаң, қайтадан тағы жүгіру қиын соғуы мүмкін. Әрине физикалық дайындық. Ол жаңағы
надо быть постоянно, как говорится, жаңа белсенділікте, іс-әрекетте. Иә. Дайын болу керек Иә, сол жағынан қалайсыз өзіңізді тәртіпке саласыз негізінен? Кешке қарай ыстық болмай тұрғанда шығып келем жүгіріске. Осы бізде Майкөлдің ішінде стадион бар, соның ішіне жүгіріп, өзінің нелерін зарядка сондайларды істеймін. Қазір уже каникул бізде, балалар каникулда ғой енді, и балалар өзі займас етеді, таңертең жүгіреді. Жаңағы мен өзім балаларым легкий атлетикадан баратын жарысқа кешке өзілер жүгіреді, мен өзім, например, кешке жүгіремін. Кешке жүгіргенде балалар менімен жүгіреді, которые менімен жүгіре алмайтындар, енді таңертең өзілер заниматься етеді. Қазір біз неге дайындалып жатырмыз, осы 6 шілде жарыс болады бізде, легкий атлетика, біз сол қатысамыз, спартакиадаға. Бұған тағы да Алма қатыса ма, әлде басқа да тыс оқушылар? Алма қатысады. Алма қатысады, иә? Алма 800 метрге жүгіреді, 3 километрге жүгіреді, и эстафетаға, сол өзінің несі ғой. Ол біздің Алма жаңағы биыл чемпион болды районда, біз легкий атлетикадан облысқа шықтық, сол облыста 2-ші орын ие болдық. Сосын біз футбол ойнаймыз, қыздар. Сол футболдан Қостанайский район біз 1-ші орын алдық, біздің Майкөл мектебіміз. И облыста енді бір жер шықтық облысқа. Қиын болды, бірақ әдемі еттік, выступить еттік енді, бірақ орын алған жоқпыз. Жалпы тек қана жүгіру ғана емес, Алма футбол ойнауды да жақсы көреді екен, иә? Иә, қыздар футбол ойнайды. Өте тамаша, иә? Өте қиын. Қыздар қазір футбол ойнауға, как сказать, футбол қазір ойнамайды бізде, өте ойнамайды қазір біздің. Бірақ енді биыл жарыс болды, лига бізде футбол, уже биыл бір 10 команда ойнады бізде қыздар. Это очень радует, как говорится. Поэтому. Сонымен енді орын алуға жұмыс жасап жатсыз ба, Азамат мырза, дайындық? Обязательно. Әрине, иә? Әрине, мен жаңа өзім нелерімді жазып, өзім план составлять етіп, соны дайындалып жатырмыз. Өзім мен дайындалып жатырмын. Мен тоже жаңағы многоборьеға участвовать етем, областнойға, Қостанай ауданын жүгірем. Сол балалар тоже сол маған қарап, сол жеңіл атлетикамен. Енді жалпы сізді, Азамат мырза, кәсіби түрде маман иесі деп айтсақ та болады, сізді ар жақтан дамыған десек те болады. Оқушыларды үлкен жетістікке жеткізіп жатыр екен, алғысымыз шексіз, жұмысыңызға сәттілік болсын деп айтамыз. Енді Алма негізінен енді Азамат мырза әр сабақта бұлшықеттерді шынықтыру үшін әдіс тәсілдер өткізеді, иә? Енді жалпы саған ең ұнайтын бір жалпы қандай жаттығу ұнайды саған? Разминка деп айтуға болады. Бір кішкене дистанция аламыз, содан сол бір дистанциядан екінші дистанцияға дейін жүгіреміз. Әртүрлі нелер болады. Қалай айтсам? Қиындықтар, иә? Қиындықтар да болады. Соны істеуге тырысасын, қайтадан түзеуге, иә? Енді жалпы сіздерге алғысымыз шексіз, Азамат мырза және Алма ханым. Десек те болады, енді ханым дей берейін десе, енді нәп-нәзік болып отырса, енді Азамат мырза сізге енді сәттілік серік болсын. Енді студиямызға келген үшін алғысымыз шексіз. Міндетті түрде студияда тағы да сіздерді оқушылармен күтетін боламыз. Келіңіздер. Осы 6 шілдеде өткен байқауға міндетті түрде шақыратын боламын. Жақсы. Сондықтан келіңіздер. Міндетті түрде студиямыздың есігіміз әрқара ашық. Алма, сәттілік серік болсын. Оқуында аяқтап екенсің. Ақ жол тілеймін. Енді сондай бір ата-ананы мақтанышы болып спортта жетістікте жете бер деп айтамыз. Сіздерде Майкөл ұжымдық педагогтарға да сәттілік серік болсын. Рахмет. Енді құрметті көрермендер, осымен біз өзіміздің сұхбатымызды аяқтайтын боламыз. Мен болған барша көрермендерге алғысым шексіз. Бүгінгі эфирдің тізгінін жүргізген жүргізуші мен Жұлдызай Бақытбекқызы. Келесі кездескенше бейсенбі күніне қайта жолығатын боламыз. Аман сау болыңыздар.